Сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім. Қазіргі таңда ең танымал сериалдардың бірі «Игра в кальмара», содағы сахарный сотыды жасайтын боламыз. Өте оңай жасалады, міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Осындай ыдысымызды алып, шамамен 100 граммдай қантымызды саламыз және де орташа отқа қоямыз. Міндетті түрде араластырып тұрыңыздар, күйіп кетпес үшін. Видеода көрсетілгендей араластырып тұрамыз міндетті түрде. Біздің қантымыз толықтай еруі қажет. Міне біздің қантымыз еріді. Енді кішкентай қасықтың ұшымен ас содасын салып, міндетті түрде бір кергіге етіп араластырып аламыз. Бір кергіге етіп тоқтатпай араластырамыз. Және де пергамент қағазына осылай дөңгелек етіп формасын жасап шығамыз. Енді формочкаларымызды аламыз. Менде бар формочкаларды қолдандым. Дөңгелек формасын міндетті түрде суға батырып алыңыздар. Өйткені неге жабысып қалуы мүмкін. Сахарный сотамызға жабысып қалуы мүмкін. Сол себептен міндетті түрде формочкаларыңызды сулап алыңыздар. Менде зонтик ондай болған жоқ. Сол себептен үйдегі бар формаларды қолдандым. Сіздер әртүрлі формаларды қолдансаңыздар болады. Балаларға өте ұнайды. Осылай болып шықты. Міндетті түрде жасап көрдіңіздер, өте оңай жасалады. Сіздермен болған Әйгерім. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Рецепт ұнаса, өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.